Ағайын сабыр сақтайық. Енді мына біздің ауылдың тағдыры шешілетін күн. Кезінде Жұмабек Ташенов ағамыз қылышынан қан тамған Сталиннен кейінгі Хрущевтің кезінде қазақтың 5 облысын Ресейдің құрамына беріп жүрген құтқарып қалған. Ол тарихты бәріміз білеміз. Енді біздің ата-бабамыз мына жерге қоныс теуіп, бәленбай жыл мына ұрпақ өсіріп, сол ұрпақтың біреуі менмін. Өзім таныстыра кетейін, Бекзат мырза. Мен Белғожаев Абдрахман Сейіткерімұлы, республикалық сөз өнеркәсібінің редакторы. Осы ауылдың тумасымын, Ақжол партиясының мүшесімін, Қазақстан журналистер одағының мүшесімін. Енді мен сол Алматыдан бүгін жұмыстың бәрін тастап, сіз сияқты әдейі келдім. Мінекей менің ауылым дүрлігіп жатқанда, мен Алматыда қалай тыныш ұйықтаймын? Бұл жерде мәселе, ол ана заводтағы шыққан мына заң аясында деп жатырмыз ғой. Келген заң мына халықпен санасу керек. Өйткені демократиямыз төмен. Біз деген қазір бұл ауылда демократияны көтеруіміз керек. Ал демократияны көтеруіміз тұрған шақта, қалай біз ауылдың 1 километр жерде жатқан жерден ақылыс жасаймыз, қалай оны зерттейміз? Өйткені міне мен де қарап келдім жолда келе жатқанда бүкіл информацияны. Ол жерден обязательно піл ұшады. Піл ұшқанда ол халыққа жетеді. Ол жерде барып жаңағы неше түрлі хронический жаңағы онкологический аурулар да тууы мүмкін деген сөз. Енді қараңыз. Мен мұны өзім шығарып тұрған жоқ. Бұл Ресейдің ақпарат көздерінен алынған мәлімет. Алтын шығарудың тәртібі деген өзінің бір сайты бар. Соны оқысаңыз, өзіңізде көресіз не деп жазып тұрғанын. Сол мәселенің мына нені онкологияға ертең ұшырайтын болса, өзде әрең отырған күндерін көріп отырған халық ертең жаңа сіздің берген ақшаңызды, Қытайдың берген ақшасын, өкіметтің берген ақшасы бір тиынды құл қала ма? Қалмайды. Сол ақшаның бәрі ертең баламыз Абыралды жарылыс болды 49-дан бері мысалы. Енді сол Абыралдың халқының бәрі қазір Алматыдағы жаңағы ардагерлер санаторийінде жатыр мысалы. Мен шалдарында көріп жүрмін барып. Мысалы, ондай күнге жеткізген үшін Бекзат мырза, сіз де осы ауылдың тумасысыз, осы ауданның. Мен де осы аудан тумасын. Мен де халыққа жаным ашиды, сіздің де жаныңыз ашиды. Бірақ екеуміздің жанымыз ашса, біз осы, мен сізге бір мысал айтайын, кезінде Әлкей Марғұлан деген біздің ғұлама биологымыз болған. Сол кісі Союз кезінде мына хан тәңірі жақта алады да алтын кенін табады. Алтын кен тауып жаңағы жанындағы нөкерлері, ой, әдекеме таптық алтын кенді. Ой, жүргайтын болды байымыз дегенде айтқан екен. Ауыздарынан шаршы болмаңдар деген екен. Бұл Совет одағы. Бүгін орыс қазып кетеді. Біздің келешек ұрпаққа да қалу керек. Бұл сол Қазақстан егемен болған кезде сол кезде ашамыз деген екен. Сондықтан бұл мәселемен жаңағы Әлкей Марғұланның мәселесінде мынандай байланыс бар. Біздің келесі ұрпақ келеді. Біз кетеміз. Бұл өмірде мәңгі ешкім қалмайды. Бірақ бұл жаңа қырғаудағы алтын кенін келесі ұрпаққа қалдырайық. Қазақстан уран өндіруден бірінші орын алады әлем бойынша. 139 тонна жылына өндіреді. Алтын өндіруден Қазақстан 6-шы орын алады. Мысалы, енді алтынның үстінде отырып, жаңағы Шерхан ағамыз айтқандай, алтынның үстінде отырып, тыр жалаңаш отырмыз деген әңгіме, мінекей осылай болады. Бізге ол алтынсыз да, ертең одан гөрі, ертең мына жерде біргейік халқым. Ертең біргейікті, мына кішкентай қықының бәрін көзін құртып, үлкен жаңа еспік ашып, мына жерге егі жаңағы алма ет себейік, басқасын себейік. Біздің апорттар кезінде, мынандай апорттар қайда кезінде? Менің онда экологиялық алма егейік.